Кореяда 24 сағат жұмыс жасайтын сатушысы, аспазшысы жоқ, адамы жоқ дүкен мен ас үй бар десем сенесіздер ме? Бір қызығы дәл осындай дүкендер мен ас үйлер жиі кездесетіндігінде. Алдымен өзіңізге керек рамендар, жұмыртқа, сырлардың бәрін алғаннан кейін міндетті түрде бірінші ақшасын төлейсіз. Ол үшін керек товарыңызды таңдап, картаңыз салсаңыз оплата төленеді. Содан кейін ғана раменді жасай аласыз. Раменді ешкім жасап бермейді. Мен ақшаны төледім, бұл жасап бер деген нәрсе жоқ. Барлығын өзіңіз жасайсыз. Суын қанша құям, қашан піседі деп уайымдамайсыз. Бір кнопкасын бассаңыз, барлығы дайын болады. Бір қызығы, бұл жерде тек қана рамен ғана емес, балмұздақ, снеки, сусындар, токбокки барлығы сатылады. Өзіңізге не керек соны алсаңыз болады. Раменді дәмді ішу үшін бір жұмыртқа және бір сырды салып жіберсеңіз, ащы емес, өте дәмді рамен шығады. Дайын болған кезде уайымдамаңыз, осылай дауысы шығады. Сол кезде раменіңіз дайын болды деген сөз. Қыстың қақаған суығында ыстық рамен ішкенге не жетсін, Тағы да бір қызық айтайын, қарныңыз тойдырып рамен ішіп алғаннан кейін тұрып үйге кеттім деп кете алмайсыз, артыңызды тазалап жинап кетесіз. Мусорды сортировка жасайсыз, сорпасын сорпаға, баклажканы баклажкаге сортировка жасап, артыңызды жинап сүріп тазалап кетесіз, камера қарап тұр. Біздің елде де осындай аспазшысы, сатушысы жоқ дүкендер, ас үйлерге барып, өзіңіз тамақ жасап, артынан өзіңіз жинап кетуге қалай қарайсыз? Жалпы біздің елде осындай дүкендер мен ас үйлер бар ма? Болғанын қалар ма едіңіз?